Қайырлы күн достар. Бүгін біздерде осындай әдемі көркем жазудың кезекті 12-ші сабағына қош келдіңіздер. Осылай әдемі жазатын боламыз бүгінгі сабақта. И әрпімен және оның элементтерімен танысамыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Мұнда и әрпі біздерде екі элементтен тұрады. Қазір жазып көрсетемін. Жазып жатқан кезде мұқият қарап, әрбір әріпті элементтерін дұрыс алуға, осы клеткалы дәптерді дұрыс пайдалануға тырысыңыздар. Олай болса сәттілік. Егер де менің сабақтарым ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Және де мені қолдау мақсатында комментария бөліміне пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мына жерде и әріпін дәптерге жазған кезде кішкене мутный болып көрінбей қалыпты, анық болмай қалыпты видеода. Сондықтан үлкен етіп сіздерге көрсетіп жатырмын. Тағы да бір рет мұнда клетканы өте тиімді пайдаланып, яғни и әрпінің әрбір элементін нақты әрі әдемі түсірген. Осыған мұқият қараңыздар.